Достар, баршаңызға сәлем, менің сабағыма қош келдіңіздер. Бұл сабақты бұрыннан жоспарлап жүргенмін, сіздерге осы сату бойынша ақпаратты берейін дегенмін. Себебі көбісі керексіз нәрселерді салады, немесе салғаннан кейін сатылым жоқ, ойдағыдай сатылым жоқ, немесе сатуды сала береді. Осы жерде үлкен бір нүктені қойып тастайық. Егер сіз сондай мәселелер сізде болып жатса, сату бойынша парақшадан білмей жатсаңыз, қалай сатайым, немесе бірде міне сатайын деп жатырсыз, немесе чисто сату контент сала берсеңіздер, бұл сабақ сіздерге арналған. Көп нәрсені осы жерден түсіне кетесіздер. Бұндай сабақтарды сатады сіздерге. Осыны көріп кетіп, енді неліктен сізде Instagram, TikTok арқылы сатылым жоқ дегенді бір қарап, бір түсіне кетейік осы сабақта. Сіз бір маңызды нәрсені жіберіп алдыңыздар, достар. Түсінікті осы мақсатты аудитория деген сияқты, стратегия деген нәрсені сіздер вообще қарамай просто бірдеме сатып жатсыздар. И сол себеппен сіздерде дұрыс сатылым жоқ. Енді мүмкіндік бар болып жатса, ручка, тетрадь қойып ана жерге бір жазып отырсаңыздар өздеріңізде де жақсы болушы еді. Так, ең біріншісі, бұл сабақ кімге арналған? Бұл сабақ сіз үшін егер Reels саласыз, бірақ адамдар сатып алмайды, сторисқа шығасыз еще, сосын бірдеме сатайын десеңіз адамдар қашып кетеді, ештеңке жазбай қояды, контентті түсіресіз, бірақ сатылым жоқ, өніміңіз немесе қызметіңіз жақсы болса да, клиенттер аз. Клиентіңіз көбіне тек сатуға бағытталған, нақты кімге сататыныңызды білмейсіз сіз, мақсатты аудиторияңызды толық түсінбейсіз, контенттің жүйесі саласыз сіз, және Инстаграмда сатуды бастағыңыз келеді, бірақ неден бастау керектігін білмейсіз. Жалпы новичоктарда да түсіне кетеді бұл жерден. Енді біз мысалы кофейня аштық. Достар, осылай ғой, кофейня ашқаннан кейін далада жүрсек, кофе аламыз деген сияқты жүрсек, бізге әрине көп адамдар жүгіріп келмейді. Бұл жерде бізде кофе болсын, услуга болсын, өнім, қызмет, мәселе ода емес. Мәселе бұл жерде сіз дәл кімге сатып жатқаныңызды білмейсіз. Кім олар? Кім дегенмен жай адамдар. Адамдар деген нәрсе емес. Ол терең, түсіне кетесіз. Терең зерттейміз бүгін. Сіздің клиентіңіз нақты, мақсатты аудиторияңыз деген кім екен? Себебі осылай көбісі кофе аламыз деген сияқты көбісі сендер аласыңдар да Инстаграмдарыңа просто сататынын сала бересіздер. Не сатасыз, соны сала бересіз. Как будто Инстаграм сол жерде все, мынау бәріне қызықты, сататын, давай, все, кетті. Тегін сендерге таргет жіберіп тұратындай Инстаграм, тек сата бересіңдер. Ондай емес. Олай бізден сатып алмайды, достар, бірден. Көпшілік контент түсірер алдында ең үлкен қате ой болады сендерде. Бүгін не түсірем дегенді алып тастаймыз. Біз бірден ойлауымыз керек, егер дұрыс сатқыңыз келсе, адам менің өнімімді немесе қызметімді не үшін сатып алу керек деген зерттеу. Не үшін ол сатып алады? Қандай мәселесін сіз шешесіз сол мақсатты аудиторияңыз, сол клиентіңіз, сол жазып отырған адамыңызды? Барлығы мақсатты аудиториядан басталады. Мақсатты аудиторияны толықтай түсінсеңіз, сататынды білетін боласыз, қай жерден не деп айтамыз, не ұнатады ол, не ұнатпайды, қандай мәселе бар деген сияқты. Бұл адам кім түсіну, оны не мазалайды, ол бұған дейін нені байқап көрді сіздің өніміңіздің, қызметіңіз алдында, неге әлі күнге дейін нәтижеге жете алмады, ол неден қорқады, қорқыныштарын да түсіне кетуіңіз керек, және ол нақты қандай нәтижеге жеткісі келеді сіздің өніміңізбен. Осының барлығын біз зерттеп, барлығын қарап түсінуіміз керек. Осының барын білмесек, iPhone ешкімге керек емес, кез келген қызмет ешкімге керек емес. Осыны түсінбей біз жеткізбесек біздің аудиториямызға, олар оны түсінбейді, сізден сатып алмайды. Егер осы сұрақтардың жауабыңызды білмесеңіз, контент арқылы сату өте қиын болады. Контент арқылы ешкім бізден ештеңе сатып алмайды. Мысалы, адамдар өнімді немесе қызметті сатып алмайды, достар. Олар мәселені, шешім сатып алады. Сол өнім, кез келген өнім бір мәселені шешеді. Қызмет бір мәселені шешеді. iPhone бізде, ол бізде телефон емес, сөйлесетін гаджет емес ол.
Ол ең алдымен бізде Қазақстанда, қазақтардың арасында, өкінішке орай, бұл мен жұрттан қалмауым керек деген нәрсе. Мен жұрттан қалмадым, менде баймын, менде де айфон бар. Әйтпесе айфонмен де бірге де Samsung болсын, басқа бір брендтер болсын, мықты телефондар бар. Арасында камерасы да мықты түсіретіндер де бар. Бірақ айфон аламыз. Себебі біз төлде айфонымызды қойып қоймыз керек. Еще сап-сары айфонды аламыз ғой. Сап-сары айфон, мен соңғы айфонмен жүрмін. Мен ең соңғы айфонмен жүрмін, мен қалған жоқпын, мен баймын, мен жұрттан қалған жоқпын деген сияқты. Сол нәрсе. Бізде байқасаңыздар, Apple-дың компанияның жарнамаларын көрсеңіздер, олар деген бірден камера туралы сразу барлығын айта бермейді. Жоқ, олар қалай түсіресің сен? Түсіргеннен кейін қандай фото сенде шығады? Вау деген, түнде түсірсең вообще күшті көрініп тұрады, бүйтіп тұрады. Инстаграмға бірден саласың. Сол нәрселерді, нәтижені сатады. Проблема қалай шешіледі, соны сатады. Ешкімге курс керек емес. Оларға курстан кейінгі нәтиже керек. Қандай нәтиже болады? Қалай менің өмірім өзгереді бұндай курстан кейін? Ешкімге массаждың өзі керек емес. Олардың қай жері ауырып тұр, сол кетеді ме? Қалай кетеді? Ешкімге ремонт қызметі керек емес, үйдің ремонты. Оларға үйің әп-әдемі болып тұрған қалайды. Процесс ішінде осын мынандай жоқ, әдемі қалай тұратын қалайды. Ешкімге стоматолог керек емес, стоматологтың қызметі. Оларға жымиып тұрғанда, деп тұрғанда әдемі улыбканы сатады. Кез келген қызмет, өнім өзін сатпайды. Мәселені шешеді. Өзіңізді ойлап кеттіңіз, сіз қазір қандай өнім немесе қызметті сатып отырсыз. Сол негізгі қандай мәселені шешеді? Соны табыңыздар. Сондықтан ең алдымен адамның мәселесін түсіну керек. Тек содан кейін ғана өз өніміңіз немесе қызметіңіз туралы айту керек. Содан кейін ғана түсіне кетеді. Енді өте маңызды нәрсе. Мынау кішкене түсінікті. Бұның мүмкін ойлап жүрген шығарсыз, мүмкін мен білем деп отырған шығарсыз. Бізде неліктен жақсы өнімнің өзін сатып алмауы мүмкін деген сұраққа бізде бірнеше себеп болуы мүмкін. Адам өзінің мәселесін әлі түсінбеуі мүмкін. Достар, кейде адам әлі білмейді, оған жеткізу керек. Сенде бұндай мәселе бар деген. Ол білмеуі мүмкін, сондай мәселе бар. Оны маңызды деп есептеуі мүмкін. Оны маңызды, ол қазір неге оған керек екенін ол түсінбеуі мүмкін. Сол өнім немесе қызмет. Өзім шешім деп ойлау мүмкін, ол ойлайды, өзімді шешіп алам деген сияқты. Қызмет бойынша бір айтып отырсақ. Курс па керек, өзім істеп алам деген сияқты болуы мүмкін. Сізге әлі сенбеуі мүмкін. Конкуренттерді зерттеп қарап жүр, әлі мүмкін сізге сенбейді, сол үшін сатып алмайды. Неге дәл сізден алу керектігін білмейді? Неге мен біреуден сатып алмаймын? Неге парақша жүргізу, ақша табу, осы контенттің дұрыс жасау бойынша неге елдостан алуым керек? Неге басқадан алмаймын деген сияқты? Соларды білмеуі мүмкін. Сіздің өніміңіз қызметі бойынша. Неге мен сізден аламын? Осы сұрақтарға әрине бірден біз бір рилста бәрін айтып тастамаймыз. Бәрін біреуінде жинап тастамаймыз. Осы жерде біз бір рилс бәрін сатып жермейді. Бізде әртүрлі заттар салынып түсіндірілу керек. Біреуінде бізде неге мені таңдауым керек? Біреуінде бізде айырмашылықтары қандай бар? Біреуінде бізде өзімізді адамның алдында ашу, мен кім деген сияқты. Сонда түсінеді, сонда сенім болады, сонда ол түсінеді, ода мәселе бар екен, созбау керектігін біледі, түсінеді. Көп рилс арқылы сосын бірақ сатылым келеді, бір рилстан емес. Бір рилстан просто сата берген. Міне, мынандай өнім бар, қызыл бар, сары бар, көк бар, все. Тағы да қандай саламыз? Көйлектерді салайық, салып тастайсыз. Жоқ. Касание деген понятие бар. Осы жерде касание деген қажет. Вот мына схемамен көрсек, мысалы, бұл жерде 4-ақ касание арқылы біздің мына жердегі крем алатын қыз, мысалы, соны сатып алайын деп тұр. Бірінші касание, менде мәселе бар екен, ол түсінеді. Біздің контентімізді көріп қалды. Контент, достар, сторис болсын, рилс,
карусель болсын, ол осы жерде ол түсініп қалды, что менде осындай да мәселе бар екен ғой. Мен білмеппін. Екінші, мен өнім туралы білдім. Ол не екен? Ол мәселе қалай шешіледі екен? Үшіншіден, түсіндім, маған мұның қажет екен. Қазір кезде керек екен, ол түсінді. Бірақ әлі сатып алмайды. И төртіншісінде, өнім менің 4 қажеттілігімді қамтиды екен. Ол түсінді, что оған ол мәселесін шешеді, дәл қазір оған керек екен, сонымен қазір алмаса былай болады екен, все. Сосын келіп сатып алады. Бұл қарапайым 4-ақ касаниемен. Енді өкінішке орай 2020 жылдан бастап ары қарай адамға 10-15 касание керек, ол сатып алу үшін. Представляете? 10-15 касание. Оның ішіне сенім кіреді. Бұл адамдан сатып алам ба? Ол крем қазір кезде қажет па, қажет емес па? Бұл кремнің қандай конкуренциясы бар? Дәл осы кремді неге басқа кремді алмайым деген страшно көп касание болады. А сіздер отырсыздар бір ғана рилспен, міне мынандай штор, күшті штор алыңыздар, керемет деп отырсыздар. И все. Қаншама касание керек сізден сатып алу үшін? Осының бәрін істемейсіңдер. Осының барлығын сендер істемейсіңдер. Просто тіке сатасыңдар. Тіке просто так сатасыңдар. Олай сатылмайды, достар. Олай сатылмайды. Касание керек бізге. Мұна бір күннің ішіндегі де касание емес, бұның барлығы бір күнде салып тастап, все, барлық касание өтті деген сияқты. Жоқ. Менде мысалы кейде шәкірттерім маған келіп сатып алады, менің оқырмандарым арасында. Елдос мырза, мен сізге 2021 жылы еще тіркелгенмін, содан бері келе жатырмын көріп, ал міне енді алайын дедім дейді. Представляете, ол қанша жыл келе жатып касаниеден кейін сатып алды. Әрине, достар, мен бірден айта кетейін, барлығы олай емес. Кейбіреулерге просто бірақ касание керек, что подружкам айтты, сізді рекомендовать етті, келіп сатып алдым деп. Мысалы, Динара ханым, менде сондай шәкіртім бар. Оған менің оқырманым айтты, міне, Елдостан алшы, мен одан көп болды уже көріп жүргеніме, ол мықты деп. Ол келді, сатып алды, ол еще мықты нәтиже көрсетті, қазір көрсете кетемін. 0-ден 80 мың оқырман бірден жинап алды. Вот оған кейде бірақ касание керек болды. Мықты касание өзінің құрбысынан айта кетті мысалға. Кейбіреулерге 3-4 касание керек, кейбіреулер бір айдың ішіне сатып алады, кейбіреулер бір аптаның ішіне сатып алады. Әрине, ол стратегиямызға қарай қалай құралды. А так, осыны ұмытпаңыздар. Осыны ойлап жүріңіздер. Сол үшін бастапқы жаңағы мен зерттедік қой, целевая аудитория, кім, қандай мәселе бар деген сияқты. Сол жерден басталады барлығы. Егер нақты түсінсеңіздер, контент бойынша жіберіп салып отырған кезде сіздер білесіздер. Просто так салынып жатқан жоқ. Так, мына касание кетті, если что, заявка келеді, нетеді, бүйтіп, сөйтіп дұрыс контент жасап. Сол кезде сатылым заявкалар болады. Міне дәл осы жерде біз стратегия дегенде бір-екі ретте айта кеттім жаңа. Бұл жерде стратегия осы жерден басталады. Стратегия жалпақ тілмен айтсам, мен өте қарапайым тілмен, бізде мысалы мен бұлшықет өсірейін деп жатсам, мен тренировка барайын деп жатсам, мен соған арнайы программа жасаймын. Күнде бицепс тұра бермеймін мен соған арнайы понедельник күні арқа, мысалы, арқаға арнайы силовой тренировкалар кетеді. Сосын вторник мен демалам, среда күні менде басқа тренировка, аяққа тренировка мысалы, тоже силовой тренировка. Бұлшықет өсіру үшін үлкен андай болу үшін мысалға. Диета да соған арнайы басқаша болады. Көп белок жейміз, тауықтың етін жейміз, жұмыртқа жейміз, соның бар таңертең. Оның барлығы осы менің бастапқыда алынған мақсатыма жету үшін точка А-дан Б-ға дейін. Б точкам менде качок болып 90 килограмм деген сияқты мысалы. Соған арнайы стратегия құралады. Стратегия деген жаңа айттым, ол не? Арықтағысы келеді ме? Арықтағысы келеді. Вообще басқаша стратегия болады. Кардио көбірек, жүгіреді, терлейді, тамақтар вообще әртүрлі болады. Сендер просто қаралым үшін бірдеме жіберіп атасыздар. Жай просмотр мүмкін болады, мүмкін просмотр болады. Подписчик жиналса все. Подписчик жиналса өздері келеді. Ешкім келмейді. Сол үшін даже 300 подписчикпен, мен сразу айтайын, 300 ол ана кімдер емес, как его, туысқандар деген емес, алып тастайық. 300 оқырман жиналды ма уже сіздің бір какой-то рилстардан? Сіз соларға сата алмасаңыздар стратегия арқылы, 100 мың оқырман болған кезде сіздер де сата алмайсыздар ол кезде. Себебі стратегия жоқ.
Ол бізде әдемі контент емес, ол бізде сценарий емес, ол бізде монтаж емес стратегия деген. Қай контентті, қай уақытта, қандай мақсатпен салу керектігін түсіну. Сонда дұрыс стратегия салсаңыз, құрсаңыз, сіздің әрбір контентіңіз өзінің мақсатына қарай дұрыс жұмыс жасап отырады. Сонда сендер миллион рилс салмайсыңдар, 3-ақ рилспен сата алатын боласыздар. 2 рилспен сразу жаңа оқырман әкелетін боласыздар. Солай істелінеді. Бұл стратегияны ешкім жасамайды. Сендер отырсыңдар. Бүгін не салам, ертең не салам? Мынаны сала салайық бүгін, ертең не түсіреміз? Давай ертең көрейік не түсіреміз деп отырасыздар. Ешқандай нәтижеге әкелмейді. Әкеледі. Болады. Кейде просто оқырман жинау үшін кейде адамдар сала береді. Одан да нәтиже болады. Бицепсті біз күнде нете берсек, бицепс өседі, бірақ басқа жерлеріміз бізде өспейді. Біз анандай қалай біз мақсат қойдық, анандай жоян болып тұрғын сен, оған жетпейміз, просто бицепсіміз үлкен болып тұрады. И все, стратегияда сендерде дәл солай. Достар. Сол үшін стратегия өте көп мәселелерді шешіп тастайды. Көп мәселе шешеді. Контент бойынша басты ауыртпайсыздар, не салсам болады, қандай контент. Сразу бірден ақша әкеле алатындай, клиент әкеле алатындай біз жасай аламыз контентті. Бірден. Сосын отырмайсыздар. Не салсам болады? Вообще жоқ, продажа жоқ, сезон емес шығар, деген. Жоқ, сендер касание жоқ болды. Сол себеппен. Бұл и Инстаграм, и ТикТокта солай, и стористарды айтып отыр, мен в общем айтып отырмын. Ойлап қалмаңыздар, что рилс, все, рилста значит стратегия. Жоқ, стратегия в общем жасалынатын нәрсе. Вот, достар. Мысалы, мынау менің шәкіртім, мысалы Жансая, 88 мың қазір оқырманы бар, 0-ден бастаған парақшасын стратегияны дұрыс құрып, стратегияны просмотрға, подписчик жинауға да құрып, сонымен оқырманда жиналды. Дұрыс стратегиямен бұл жерде постоянно заявкалар оған келе береді, сонымен қаралым да жиналады, подписчикті жинайды, сонымен үстіп, пожалуйста, уже спокойно барлығын жасап, істеп жатыр. Мықты тәжірибесін жинап алғанымен, мықты шәкірттерімнің бірі. Қазір кезде Италияда оқып жатыр, ол негізі ағылшын бойынша не жасайды, контент жасайды, ағылшын бойынша ағылшынды үйретеді. Мына жерде міне Динара ханым, организатор пространства, 87 мың оқырман жинап алған, тоже дұрыс стратегияны құрып, видеолары міне мысалы отзыв ретінде міне саласын, заявка келетін, отзывтан қатты көп қаралым күтпейсің мысалға ше. Көп қаралым жинайтын видеоларын салайын десең, соған сай міне, пожалуйста, 763 мың. То есть сен деген стратегиямен жаңа оқырмандарды әкелесің, и ары қарай уже оларға сатасың. Міне, мықты шәкірттердің тоже бірі. Тағы біреу бар, міне, жаңа бастап жатқан. Салтанат пен Дастан өздері флиппингпен айналысады, және ремонтпен. Оқығанына кішкене ғана болды, уже міне рилстар түсіру дегенге келгенбіз. Міне бұның алдында қарасақ 800 қаралым болған, 1200, міне осы бірінші сабақтан кейін уже 19 мың бірден жинады, 17 мың, 22 мың, 10 мың, все кетті уже. 775 мың оқырман уже бар, қазір біз тағы да жинаймыз, зерттеп, анализ жасап, уже ары қарай сатылымды арттырады. Бұл жерде де уже заявкаларда келіп жатыр. И все. Шәкірттер негізі бұндай көп, осындай стратегия арқылы мықты өзіне результаттар жасаған. Достар, осылай менің мықты шәкірттерім сияқты, осылай мықты нәтижеге жетіп, стратегияны құрып, оқырман, қаралым жинап, ең оңай заты ол қаралым мен оқырман жинау, дұрыс стратегия құрып, кәдімгідей табысты шығарғыңыз келсе, маған анкета деген сөзді жазып жіберіңіздерші менің директіме. Анкета жіберіледі сіздерге, тез толтырып жібересіздер, өте оңай. Нақты сұрақтар бар ішінде маған керекті. Соны біз менеджермен екеуіміз біз оқып сіздерге жазамыз, және WhatsApp-қа да жазып жіберіңіздер. Сразу WhatsApp-қа. Үйретемін, әдемілеп көрсетемін. Как раз қазір кезде үлкен те курста бар, қолжетімді курста бізде шығардық. Сонымен оқып бірге мықты нәтижеге осылай жете аламыз. Сол. Достар, сабақпен осы назарларыңызға рахмет. Егер пайдалы болса, осы сабақ не түсіне кеттіңіздер, осы YouTube-тың комментарийде жазып жіберсеңіздер, мен де оқып, болашақта осындай сабақтарды көбірек салатын боламын. Сол. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.